Сәлеметсіз бе ата-ана? Бүгін біз баламен мұз жару ойынын ойнайтын боламыз. Ол үшін бізге осындай шұңғыл ыдыстың ішіне таза су құйып аламыз. Және де көк түсті тағамдық бояуыштарды қолданамыз. Тағамдық бояуышты азғантай мөлшерін суға салып, жақсылап араластырып аламыз. Тағамдық бояуыштарды сіз кондитерлік дүкендерден таба аласыздар. Осылай сұйық және де порошок түріндегін қолдана берсеңіздер болады. Жақсылап араластырып аламыз және де балаларға қолданылатын присепканы үстіне аз мөлшерде салсаңыздар болады. Аз мөлшерде салған кезде тіс шұқитынмен сіздер мұзды жара аласыздар. Мен өте көп мөлшерде салдым, сондықтан құлақ тазалағыштың көмегімен жаратын боламыз. Ол үшін бізге сұйық сабын не болмаса ыдыс жуушы құрал қажет болады. Құлақ тазалағышқа жақсылап малып аламыз сұйық сабынды не болмаса ыдыс жуушы құралды. Және де баланың қолына береміз. Бала таңғала отырып орындайтын болады. Бұл баланың қызығушылығын оятады және де ұсақ қол моторикасының дамуына өте үлкен үлесін қосады.